адал бол. Жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заң талабының аясында жемқорлыққа қарсы іс-әрекет әр салада жүргізіледі. Әсіресе халық парламент үкіметімен жиі бетпе-бет келеді. Сыбайлас жемқорлыққа күресті жеке қарау мүмкін емес. Кез келген ортада пара беру мен пара алудың жолын кесуде біз студенттер қоғаммен бірге белсенділік тануымыз қажет. Өз тәуелсіздігін алған еліміз Қазақстан бір тұтастығымыз бен ажырымыз белгіленіп бүкіл шаршы әлемге танылды. Мемлекетіміз құқықтық заңнамалар қабылдап, ел экономикасы мен әлеуметтік жағдайды түзеп, қоғам дамудың жаңа жолын таңдап, уақыттан туған әртүрлі кеселдерді міндет етіп қойды. Ол жол президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастауымен сыбайлас жемқорлықпен күрес жолы. Құрметті студенттер, әрқашанда адамдық жақсы қасиеттерді сақтап, мақсатты нәтижеге өз мүмкіншіліктеріңізбен жетуге тырысайық.